Міржақып Дулатовтың қызы Гүлнар Дулатованың естелігінен. Достарымның көпшілігі ірі қалалардың институттарында оқып жүрді. Солардан қалып қойған жалғыз мен шығармын. Басқа балалардай менің де арман мақсатым бірде болмаса бірде жүзеге асарау деген ойдан құр емеспін. Бірақ мен үшін Қазақстанда жоғары оқу орындарының есігі жабық. Тұтқындағы Міржақып әкемнің тарапынан жолым бөгеулі еді. Оқуға қабылдай қояр дейсің бе деген ойдың шырмауынан құтыла алмастан әуреге түстім де жүрдім. Уақыт шіркін оза берді. Қызылордада тұрып жатырмыз. Папам кеткеннен бері үй ішімізде тыныштық жоқ. Уайым қайғыдан, жылаудан көзіміз құрғамады. Көңілімізді ашып жұбататын кісілерден де айырылдық. Бұрынғыдай үйге келіп кетушілердің жүзін көрмегелі қашан. Қадірлі кісілеріміз жаппай тұтқындалды, қалғаны Алматыда. Бізбен, яғни Дулатовтың отбасымен қарым-қатынасын үзбеген жалғыз Қаныш Сәтбаев ағам болғанын еске алмай кете алмаймын. Жақсының жақсылығын айт, нұры тассын дегендей, Қаныш аға Қарсақбайдан келген сайын біздің хал жағдайымызды сұрастырып, дер кезінде материалдық көмегін беруден аянбайтын. Жау Міржақыптың үй ішіне тартынбастан келіп жүруінің өзі ерлік емей немене? Қаныштай қадірлі азаматтың ғана қолынан келетін нәрсе. Мұның бәрін қалай ұмытуға болады? Қалай мақтанбассың? Қаныш ағам Қарсақбайдан жұмысына байланысты Қызылордаға жиі келіп жүретін. Қолы босағанында мамама сәлем беруге кіріп шығатын. Бұл келісі 1931 жылдың тамыз айының ортасы. Оны ұмытпайтыным мектеп бітірген кезімен ұштасуы еді. Үстел басында шай ішіп отырған үлкендер өткен-кеткенді естеріне алып, бүгінгі тұрмыс ахуалын айтып шүйірілкелесіп, сөйлесіп отырды. Әңгіме үстінде Қаныш аға біраз үндемей ойланып отырды да, Гая, Гүлнардың қалайда жоғары білім алуы маңызды мәселе, оқуы керек. Меніңше, өзім оқыған студенттер қаласы Томскіге барып, қалаған институтына түссін деп айтты да, маған қарап, Гүлнар, сен қандай мамандықты қалайсың, деді. Мен дәрігер болғым келеді, дедім. Қаныш аға, ендеше Томск университетінің медицина факультетіне арызың мен құжаттарыңды жібере бер. Биографияға папаңның қазіргі кезде Мәскеудің бутыркасында отырғаны жасырмай жаза бер. Өйткені сібірліктер ондаға үйренген, мән бере бермейтін халық, деді. Сонымен Қаныш ағамның ақыл кеңесінің арқасында менің тағдырым бір сәтте осылай шешілген болатын. Ұзаққа созбадым. Томск университеті медицина факультетінің оқуға қабылдайтын комиссиясына керекті құжаттарымды поштамен салып жібердім. Уақыт сағаты тоқтаусыз өтіп жатты. Томск институтынан 7-8 айдан бері хабар ошар болмауынан шыдамым таусыла бастады. Қанша күтуге болады? Егер оқуға алынбасам, құжаттарымды неге қайтарып бермейді? Болары несі деген үміт күдерімді үзгендей, күн кешкенімді несін жасырамын? 9 ай толған шақта Томск медицина институты салған ашық хат қолыма тиді. Онда былай жазылыпты: Вы зачислены без вступительных экзаменов в Томский медицинский институт апрельского набора. Занятия начались. Выезжайте, делінген. Қалай қуандым десеңізші, сол кездегі қуанышымды сөзбен жеткізе алмаспын.